Ассаламағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте ерекше бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өзі де ерекше, жасалу жолы да ерекше. Ал ендеше бисмиллах деп бастайық. Қонақ келгенде де дастарханның сәні болып тұрады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі 3 жұмыртқамызды салып алатын боламыз ыдысымызға. Одан кейін жақсылап араластырып, оның үстінен сүтімізді құятын боламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Мінекей жылымық сүтімізді құйдық. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін кішкене суымызды құямыз. Барлық мөлшерін астындағы жазба бөліміне қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді жақсылап араластырып, 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық сода саламыз. Содан кейін осы өлшеп қосқан сұйықтықтарымызға лайықты етіп, ұнымызды қосатын боламыз. Оның мөлшерін жазбадым. Қаншалықты ұн кетеді, соншалықты ұн қосатын боламыз. Ең бастысы, салған ұнымыз қолымызға жабыспаса болды. Осы сұйықтығымызға лайықты етіп, ұнымызды салып шығатын боламыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп шығамыз. Қамырымызды мінекей илеп болғаннан кейін тағы да бір қайтарып илеп жүретін боламыз. Сонда иі жақсы қанатын болады қамырымыздың. Қаншалықты көп илесек, соншалықты илеуі жақсы қанатын болады қамырымыздың. Қамырымызды илеп болғаннан кейін қамырымызды орап, салафанға орап, 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут тындырып болғаннан кейін қамырымызды алып, қарала бауырсағымызды жасай беруімізге болады. Мінекей осылай орап қойдым. Менде 40 минут тұрды. Негізінде 30 минуттан кейін алып жасай беруімізге болады. Мінекей енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсы бөлген бөліктерімізді дөңгелектеп шығамыз. 2 қамырды жайып аламыз, ал 1 қамырды қантқа басатын боламыз. Мінекей осылай дөңгелектеп алдын ала қойып қоямыз 2 қамырымызды. Мінекей осылай дөңгелектеп алдық 2 қамырымызды. Енді осы қамырымызды қантқа басып шығатын боламыз. Алдымен қантымызды салып аламыз. Бір ыдысқа, шоңғылдау ыдысқа салып, одан кейін толықтай осы қантты осы қамырымызға басып шығатын боламыз. Мінекей дәл видеода көрсетілген бойынша қантты толығымен басып шығатын боламыз қамырымызға. Қамырымызды толықтай қантқа басып илеп алдық. Мінекей осылай жабысқақ болу керек қолға. Енді 2 қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайған кезде қалыңдығы өте жұқа емес, өте қалың емес, бір қалыпты қылып жайып шығамыз. Қамырымыз өте тез жайылады. Мінекей қамырымызды өте жұқа қылмай, осылай бір қалыпты қылып жайып шығатын боламыз. Алдымен бірінші қамырымызды жайып аламыз, одан кейін екінші қамырымызды да дәл осылай жайып шығатын боламыз. Одан кейін жаңағы қант қосылған қамырымызды бірінші қамырымыздың үстіне жаймалап, үстіне қойып шығамыз. Мінекей осы қант қосылған қамырымызды осылай дәл видеода көрсетілген бойынша жаймалап, барлық жеріне осылай қамырымызды қойып шығамыз. Мінекей осылай барлығын араларын ашып, барлығын осылай үстіне қойып шығатын боламыз қамырларымызды. Жасалу жолы өте қарапайым. Осылай үйдегі бар заттармен жасай беретін боламыз. Мінекей осылай барлығын жаймалап қойып шыққаннан кейін 3-ші қамырымызды үстіне қойып шығатын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Каналға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, әрбір салған рецепттер сіздерге көрініп отыратын болады. Мінекей қамырымызды жаймалап барлығын үстінен қойып шықтық. Енді 3-ші қамырымызды үстінен қойып шығамыз. Үстінен қамырымызды қойып шыққаннан кейін жан-жағын тегістеп, қамырымызды кесетін боламыз. Мінекей қамырымызды дәл видеода көрсетілген бойынша қамырларымызды осылай бір-бірлеп кесіп шығамыз алдымен.
Одан кейін кішкентай бөліктерге бөліп қамырымызды кесіп шығамыз. Мінекей дәл видеода көрсетілген бойынша осылай кішкентай бөліктерге бөліп, одан кейін мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай буранба тәрізді қылып қырала бауырсақтарымызды жасап шығамыз. Мінекей өте оңай. Тағы да көрсетейін, осылай екі жағынан алып ортасын басатын боламыз. Мінекей осылай буранба қылып. Енді майымызды қыздырып, бауырсағымызды салып пісіре беретін боламыз. Отымыздың астын өте қатты қыздырмаймыз. Қалыпты отта пісіретін боламыз. Майымыз өте қызып кетсе, сырты пысып, іші піспай қалатын болады. Сондықтан отымыздың астын қалыпты мөлшерде ұстайтын боламыз. Осылай екі жағын аунатып, қызартып, осылай алтын түсіп болған кезінде ала беретін боламыз. Өте қатты қызартпай, осылай алтын түсіп болған кезде ала беретін боламыз. Осымен қырала бауырсақтарымыз пісіп дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі дастарханның көркін ашады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет.